Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сәбіз салатының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Алдымен сәбізімізді осылай теркадан өткеріп аламыз. Мейлінше сәбізді ұзын-ұзын етіп өткеріңіздер. Бір шай қасық тұзды осылай сәбізімізге салып, қолымызбен осылай сәбізді басып шығамыз. Сәбізді қатты баса бермеңіздер, осындай қылып басып болған соң, соғы шыққанша тындырып қоямыз. Енді пиязымызды тураймыз, осындай ұсақтап турап алыңыздар. Табамызға сұйық май құйып, сәбізімізді қызарғанша қуырып аламыз. Сәбізіміз осылай қызарды, енді газдың астын өшіріп қойыңыздар. Енді чесноктарымызды осылай майдалап тураймыз. Егер күш болса, күштен өткерсеңіз де болады. Мен осылай ұсақтап турап алдым. 10 минуттай тындырып қойған соң, сәбізден осындай суы шықты. Енді бөлек ыдысқа суынан айырып аламыз. Суын төгіп тастап, енді осыған сәбізімізді қайтадан саламыз. Сәбізіміздің үстіне қажет заттың барлығын саламыз. Мен описаниеге қажет заттардың бәрін жазып кетемін. Осы атауы тұрған жерді бассаңыздар, описание бөлімі бірден шығады. Осы менің каналымда керемет оңай рецепттермен бөлісемін. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Ащы бұрыш қажет болса ғана салыңыздар. Мен жарты шай қасық салдым. Міндетті түрде кәріс салатына осындай кориандр салу керек. Мен бір қасықты толтырып салдым. Енді үстіне қуырылған пиязымызды салып, қолымызбен осылай араластырамыз. Ыстық болуы мүмкін, абайлап араластырыңыздар. Мінекей сәбіз салатымыз дайын болды. Дәмі тура базардағыдай болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.